Сәлем достар, бүгін сіздермен білгенге маржан айдары дәл осы торттың рецептісін сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Өте жақсы, ешқандай сливкиді қажет етпейтін осындай ерекше дәмді тортты дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен 1 штук қана жұмыртқа, қант, сұйық май, барлығын описаниеге жазып қоятын боламын. Сұйық май қосасыздар, қанша көлемде қосатын барлығын жазатын боламын. Сосын 1 кружка осындай айран, сол айранға осындай қылып 1 қасық, шай қасық сода саласыздар. Дәл осылай көп ішетін болады. Осыдан кейін ингредиенттерін саламыз. Какао керек бізге 100 грамм, одан кейін 1 стакан, тағы да 1 кружка ұн. Ұнымызды салып, дәл осылай шет-шетінен салып отырып, араластырып отырасыздар. Ұнымызды әбден араластырамыз. Сондай сұп-сұры какао дәл осылай қамыр шығады. Сұйық ингредиент шығады. Разахейді ванилин қосасыздар, иісін жақсы қылу үшін. Одан кейін осыны тапамызға құйып, пешімізге салуға дайындаймыз. Тегістеп бір келге етіп құясыздар. Дәл осылай етіп. Осылай құясыздар. Осы 180 градусқа қысып тұрған алдын ала қызылған пешке саласыздар. Дәл осындай коржық шықты менде. Осыны 3-ке бөлдім. 3-ке пышақпен осылай бетін алып аласыздар. Беті, өйткені артынан тортқа салуға керек. Осылай 3 бөлікке бөліп қоясыздар. Одан кейін тортты жинайтын боламыз. Осын бізге ең біріншіна простокваша менде қаймаққа вареный сгущенканы араластырып, соны крем қылып жағасыздар. Дәл осылай етіп тортты жинайтын боламыз. Бірінің үстіне бірін қойып жинайсыздар. Етіп 1-1,5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, өте күшті торт шаймен жеуге, үйде жасауға кеңес беремін. Ешқандай артық затты қажет етпейтін без сливки.